Өзіме осы творожный пирог қатты ұнайды, рецебті тез, оңай әрі тез піседі. Жұмсақ, нежный дейді ғой, тура сондай болып піседі. Тура осы пирогты дайындау үшін ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқаның үстіне 1 стакан 250 грамм дейді ғой, 1 стакан қантымызды салып, жақсылап араластырып, жақсылап еру үшін шетке қойып қоя тұрамыз. Бұл табақты бөлек. Одан кейін табағымызды аламыз. Бұған 4 стакан ұн саламыз. Ұнымызды салып болғаннан кейін разрыхлитель араластырып саламыз. Одан кейін жаңағы ванилинімізді ашып алып, тоже саламыз сразу бірден. Онымен бірге араласады. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін комнатный температурада тұрған майымызды майдалап турап аламыз. Еріп тұру үшін шығарып қою керек алдын ала. Сөйтіп қолмен әбден еземіз. Песочный болу керек. Мына жерде песочный, прям ұстасаң қатып қалып, қайттан не ұстасаң өтіліп кетіп жатыр. 3 қасық қаймағымызды саламыз. Одан кейін жаңағы қант пен жұмыртқаны араластырып қойып еді ғой, соны құйып, бәрін құйып аламыз. Осыдан енді біз қамыр илейміз. Қамыр қатты болмау керек. Жұмсақ та болмайды енді, бұл қамыр кішкене средний болады негізі. Пакетке орап, холодильникке салып қоя тұрамыз. Оған дейін начинкасын істеп аламыз. Творогымызды алып, творогқа жарты стакан қант саламыз. Одан кейін 1 жұмыртқа, және де жаңағы қаймақтан қалған 2 қасық қалды. Сол 2 қасықты тура 2 қасық қылып саламыз. Әбден қолмен езіп араластырып аламыз. Творогты ертеректен шығарып қою керек холодильниктен. Мұздай болып қалады. Қазір енді жып-жылы қолмен араластыра бересің, бір қалыпты болғанша. Бағанағы қамырымызды шығарамыз. Оны 2-ге бөлеміз. 2-ге дегенде бір жағын дәурек, бір жағын кішкентайға бетіне, узорына дәуін жақсылап столда пока жайып аламыз кішкенесін. Осылай 2 қолмен жая бересіздер, өзі созыла береді. Табамызды сүртіп, тазалап, майын жағып қоямыз. Қамырымызды алып, қолмен, оң саусағымызбен жайып жеткіземіз табамызға дейін. Май жағылғаннан кейін қамырын өзі созыла береді. Жақсылап сүртіп аламыз. Кішкентай қамырымызды тоже оны домалақ қылып жаямыз оқтаймен. Ұнын себеміз, кішкене қылып себеміз. Көп сеппейміз ұнды, сәл ғана себеміз. Оқтаймен жаямыз. Одан кейін бұл қамырды жайып болғаннан кейін пышақпен кесіп аламыз. Кейбіреуінде ирелек несі болады негізі. Ирелекпен де кесіп алсаңыздар болады. Начинкамызды саламыз. Начинканы сосын саламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін, әйтпесе жаңағы суы қамырға қайттан тартылып, қамырымыз кәдімгі не болып қалады, езіліп қалады. Осылай біркелкі жағып аламыз. Қамырымызды ұзынша етіп кесіп болғаннан кейін, осылайынан бетіне қамырларымыз төсейміз, жаңа ұзыншаларды. Осындай узор жасап шығамыз. Негізі бұдан да басқаша болу керек, бірақ мен оған көп уақытымды құртқым келмеді. Сонымен 1 жұмыртқаны алып, бетіне жағамыз. Оған дейін біз духовкамызды қосып қою керекпіз, қызып тұрады. Негізі 200 градуста 25-30 минутта піседі, тез піседі.